Алдыңғы Корея туралы шығарылымда біз Сеул қаласын араладық. Қаланың ең танымал жерлерін көрдік. Кореяға келер алдында не білу керектігі туралы айтып бердім. Ол шығарылымды көрмесеңіз, міндетті түрде қараңыз. Ал енді заттарымды жинап Сеул стейшнға келдім. Келесі бағытым Пусан қаласы. Достар, егер Сеулден Пусанға немесе басқа қалаларға пойызбен барыңыз келсе, билетті Korean Talk қосымшасы арқылы алған дұрыс. Бұл Корея темір жолының ресми қосымшасы. Мысалға, басқа сайттарда дәл сол билет қымбатырақ шығуы мүмкін. Сондықтан осы Korean Talk қосымшасын қолданған жөн. Менің билетім 59.800 вон болды. Пусанға жолға шығайық. Пусанға баратын поезд деген киноны көрген шығарсыздар. Тура сондай поезд. Ішіндегі енді атмосферасы тура сондай. Қазір Пусанға жолға шығайын деп жатырмыз. Кемінде 2 сағат 46 минуттай жүреміз. Сол. Мені негізі қаты таңғалдырғаны бұл пойыздардың жылдамдығы. Сағатына, сенесіздер ме, 200 шақырымнан асады. Қазақстанымызда да осындай пойыздар болса, керемет болар еді. Сондықтан Сеулден Пусанға дейінгі бірнеше жүз шақырымдық жол көзді ашып жұмғанша өтіп кетті. Мысалға, Пусанға тезірек жеткім келеді десеңіз, Aviasales.kz арқылы ұшақ билеттерін қарап көріңіз. Кей күндері билеттердің бағасы 18.000 теңгеден басталып жатады. Мен тағы Aviasales.kz-тің Telegram арнасына жазылуға кеңес берер едім. Себебі ол жерде арзан билеттер, тиімді акциялар, саяхатқа қатысты пайдалы кеңестер мен түрлі бағыттар туралы ақпараттар тұрақты түрде жарияланады. Саяхаттауды жақсы көретіндер үшін өте пайдалы арна. Сілтемесін шығарылымның астына қалдырамын. Пусан оңтүстік Кореядағы халық саны бойынша екінші ірі қала. Елдің оңтүстік шығысында орналасқан бұл мегаполис зәулім ғимараттарымен, ұзын көпірлерімен және әсем жағажайларымен танымал. Туристердің көптігіне байланысты Пусанды тіпті Кореяның жазғы астанасы деп те атайды. Мұнда демалысқа қажет нәрсенің бәрі бар. Жайлы климат, жасыл табиғат, дәмді тағамдар және теңіз өнімдерінің сан түрі. Пусанға келген саяхатшының ең бірінші баратын жері ол Камчхон ауылы. Мен де осында келдім. Пусандағы ең танымал әрі ерекше аудандардың бірі. Түрлі түсті үйлер, тар көшелер, қабырға суреттері мен теңізге қарайтын көріністері үшін бұл жерді көбіне Кореяның Санторини деп атайды. Адамдар бұл жерде үйлерді бірінің үстіне бірін салғандықтан көшелер өте тар және баспалдақтар өте көп. Бірақ та өте бір бөлек атмосфера. Кәдімгі бір кардио. Бұл жай ғана туристік орын емес. Бұның артында қызық бір тарих жатыр. 1950 жылы Корея соғысы басталғанда Пусан оңтүстік Кореяның толықтай басып алынбаған санаулы ірі қалаларының бірі болды. Мыңдаған босқын осы қалаға ағылды. 1955 жылға қарай Камчхон тауына шамамен 800 отбасы, яғни 4000-ға жуық адам қоныстанды. Бұл ауданды негізінен Таегукдо атты Корей діни қозғалысының мүшелері салған. Осы қауымдастық үйлерді бір-бірінің күн сәулесін жаппайтындай етіп, таудың беткейіне саты тәрізді орналастырған. Сондықтан бүгін көретін түрлі түсті үйлердің ерекше архитектурасы сол кезден қалған. Жоғарыдан қарағанда үйлер бірінің үстіне бірі қойылғандай көрінеді. Соғыстан кейін аудан ұзақ уақыт бойы Пусанның ең кедей аудандарының бірі болды. Үйлердің көбі ағаштан салынды, инфрақұрылым әлсіз болды. Жастар қаланың басқа бөлігіне көшіп кетті. Көптеген үйлер бос қалды. 2000 жылдардың басында бұл аудан құлдырау алдында тұрған еді. Сенесіздер ме, кезінде бұл жер Пусанның ең кедей аудандарының бірі болған. Ал қазір болса туристерге толы жер. Өте әдемі. 2000 жылдары бұл жерге суретшілерді
архитекторларды алып келіп мына жерде туристік орын жасау керек деген мақсат қояды. Соны әдемілеп жасаған, үйлердің бәрін әдемі бояған. Енді бір жағынан Риодағы фавелаларға ұқсайды. Енді бұл жерде әр үйдің өзінің бір кішігірім кәсібі бар. Туристерге арналған кофеханалар ашып қойған, сувенир сататын жерлер ашып қойған. Енді әдемі келіп фотоға түсуге болатын жер. Пусан несімен танымал десе, осы ауданымен танымал, осы жермен танымал. Тағы бір байқағаным, осы кәрістер өте керемет кәсіпкерлер. Енді адам білмейтін жерден, енді бүкіл әлем білетін жер жасағандары енді мені таңғалдыруда. Енді осы Кореяға келіп, мен күні таңғалып жүрмін. Әр нәрсені сата біледі. Сол жағы керемет. Әр нәрсені сата білу деген ол да бір өнер. Таңғалдыруымды жалғастыру үшін Чагальчи нарығын көруіміз керек. Бұл жер Кореядағы ең үлкен теңіз өнімдері нарығы. Әрі Пусанның ең танымал орындарының бірі. Мұнда теңізден шыққанның бәрін көруге болады. Түрлі балықтарды, шаяндарды, устрицалар. Және тіпті адамдардан қашып құтылғысы келіп тұрған тірі сегіз аяқты. Ал ең жақсы жері, таңдаған теңіз өніміңізді сол жерде ақ дайындап береді. Сондықтан теңіз тағамдарын жақсы көрсеңіз, Чагальчи сіз үшін нағыз гастрономиялық жұмақ. Енді мына жерде керемет иіс тұрды, балықтың иісі. Десең, кәдімгі тәбетің ашылады. Өмірінде көрмеген балықтарға өмірінде көрмеген. Мынандай сегіз аяқтар бар екен. Бәрі бар. Мына жерде қызыл балық, скат. Мына жерге кептіріп қойыпты скаттарды. Айтып тұрмын ғой, бәрі бар. Қандай балық жеген келеді, соның бәрі бар. Толтырып қойыпты балықтардың бәрін. Енді сегіз аяқ көп екен. Міне бағана айтқандай, тірі сегіз аяқ жүзіп жүр. Міне. Осылай аралап жүрген кезде тәбетім қатты ашылып, бір кісі күліп тұрды да, Ерасыл, келші, менің тамағымның дәмін көрші дегенде болды. Сөйтіп, қазір келіп, сол кісінің тамағының дәмін көрейін деп жатырмын. Бірақ ең қызығы, қазір мен білесіздер ме нені жейтінімді. Мен қазір бір жыбырлақ құрттар сияқты, бірақ балықтың атын білмейді екенмін. Сосын атын қарап шығам ғой. Осыны қазір маған дайындап беріп жатыр. Осы жылан тәріздес, құрт тәріздес балық па, түсініксіз. Осылай дайындап жатыр маған қазір. 꼼장어, 양념 한 판에 3만 원. Енді апамыз беріліп тамақ дайындап жатыр. Иісі деген енді аңқып тұр. Енді дәмді болады деген үміттемін. Міне, мысалы қараңызшы, мен мыналардың жыбырлап жүрмін. Не екен, не бұл? Мексина. Терең теңізде тіршілік ететін жыланға ұқсас жақсыз теңіз жәндігі. Қауіп төнген кезде өзін қорғау үшін көп мөлшерде шырыш бөле алады. Сырт келбеті көп адамға қорқынышты көрінгенімен, Оңтүстік Кореяда, әсіресе Пусан қаласында оның еті ерекше деликатес саналады. Әдетте оны отқа қақтап пісіреді де түрлі тұздықтар мен көкөністермен бірге ұсынады. Апамыз қазір бізге комджама тамағын дайындап берді. Енді өзім осылай аралап жүргенде стрит-фудтарды жегенде қатты ұнатамын. Ал қазір дәмін көрейік. Комджаңа дейді ма? Негізі осылай жейсін деп жатыр. Шөп берді, шөпті алып, мына жаққа етін салып, осылай жеу керек деген сияқты болды. Енді иісі өте күшті.
Окей. Oh, this one. Окей. О, тамсамнида. Осылай жапыраққа, шөптеп бұны жапыраққа орап, тамақты енді қазір көр дейді. Балық ба, жылан ба, құрт ба түсініксіз енді. Құрт балық деп айтайын, құрт балық. Соның өзінің дәмі қандай екен? Құрылғандағысы. Құрт балағымыз кішкене резинке сияқты. Шайнаған кезде резинке шайнап жатқандаймын. Бұл тағамға Ерасыл қандай баға бересің десеңіз, 10-нан 6 берем. Өйткені түсініксіз балық. Кішкене резинке сияқты. Жесеңші. Және ашшы. Дәмі неге ұқсайды десең, резинке ұқсайды. Шайнап жатқан резинке сияқты. Кеп тұрып, сұрап жүр. Қалай болды дәмі? Жақсы деп қоясың. Ас болсын. Тамақ ішіп болғаннан кейін ChatGPT-ға жазып қарасам, бұл мұхит түбінде өмір сүретін қоқыс жинаушы екен. Сөйтіп, өмірінде мұхит түбінде өмір сүретін қоқыс жинаушының дәмін көрдім. Пусанға келгенде мені көрерменім Бақытжан қарсы алды. Сөйтсем, ол менің шығарылымдарымды көптен бері көріп жүр екен. Кореяда жүргенімді көрген соң хабарласып, осылай кездесудің сәті түсті. Осындай сапарларда әлемнің әр түпкірінен қазақтарды кездестірудің өзі ерекше әсер сыйлайды. Бақытжанға уақыт бөліп көмектескен үшін көп рахмет. Ал енді Бақытжанмен жақынырақ танысып, оның Кореядағы өмірі қалай өтіп жатқанын, бұл елге қалай келгенін және мұндағы қазақтардың тұрмыс тіршілігі туралы сұрап көрейік. Есім Бақытжан, 30 жастамын. Кореяға келгеніме 3,5 жылдан асты. Алматы облысынан келдім. Және осы Пусан қаласының жанында Коджедо деген қала бар. Сол жерде кеме зауытта жұмыс жасаймын. Қалай, Кореяда жұмыс деген қалай енді? Кореяда жалпы жұмыс оңай емес. Барлық жұмыстар ауыр, бірақ сол ауыр жұмыстардың өзі жеңілдеуіне, орташасына және қатты ауырына бөлінеді. Және менің жұмысым ол былай орташа ауырлау. Бұл жақтағы енді табыстар жайлы айтатын болсақ, айына шамамен плюс-минус 1 миллион теңгедей табуға болады. Қазақтар өте көп бұл жақта. Шамамен мен білуімше 15 мыңнан астам қазақтар бар. Әркімде әртүрлі себептермен келеді. Біреулер оқу үшін келеді, біреулер жұмыс істеу үшін. Бірақ басым көпшілігі шынымен де андай жұмыс жасауға келеді. Өздерінің өмірін өзгерту үшін, бір өмірлерінде жаңа бір деңгейге шығу үшін, белгілі бір проблемаларын шешу үшін дегендей осы Кореяға келетін бар. Жалпы Корея қалай негізі? Корея жалпы өзіме қатты ұнады. Өйткені бұл жақта адамның өміріне, ыңғайлы өмір сүруіне жағдай өте жақсы жасалған. Одан бөлек тапқан табысыңнан 20-30% ғана сен өмір сүруіңе кетеді. Мысалға миллион теңге адам табатын болса, оның бір 200 мың, 300 мың теңгесіне өмір сүруге болады бір ай, ал қалған ақшаны былай жинап отыруға болады. Корея халқы өзі қандай халық? Өзің бейт, 3 жыл көрдің адамдарды, 3 жыл араластың адамдармен. Енді сол Корея халқы өзі қандай халық екен? Енді негізі менің контекстімде көбінесе мен үлкен жасты кәрістермен араластым. Өйткені мен көбінесе жұмыс жасағандықтан бізде көбінесе жасы үлкен кәрістер болды. Енді көбісі біледі негізі әлем бойынша кәрістердің үлкендері андай өзімшелеу болады. Кішкене грубылау, кішкене басқаларды менсінбейді, әсіресе басқа елдегілерді менсінбейді. Бірақ негізі Корея халқы жалпы алатын болсақ өте жақсы. Егер бұлай бір салыстырмалы түрде айтатын болсам, мен кәрістерде көбінесе мұсылмандардың образын көрем. Яғни мұсылмандардың аты және заты болатын болса, кәрістерде оның аты болмаса да, бірақ заты бар. Заты көбірек екен. Ол қандай заты? Қалай? Біріншіден тазалық. Тазалыққа қатты мән береді. Өздері таза жүреді және істеген жұмыстарында барлық жерлерінде де
мен байқауымша барлығында таза ұқыпты жұмыс жасайды. Тәртіпті жақсы көреді және барлығы жаңағыдай инструкция бойынша өзінің ережесі болғанын қалайды. Одан бөлек аманатқа қиянат жасамайды. Скорее всего, көп адамдар интернетте көрген шығарсыздар, инстаграмда, тиктокта. Егер Кореяда мысалға бір затыңызды бір жерде ұмытып кетсеңіз, оған ешкім тиіспейді. Бір күннен кейін де, бір сағаттан кейін де, немесе бір аптадан кейін келсеңіз де, ол затты сол жерден тауып алуға ықтималдығыңыз өте жоғары болады. Өзің не үшін келгеніңді айта аласың ба? Иә, әрине. Қандай жағдай болып қалды мына жаққа келу үшін? Менің жағдайымда ол үлкен қарыз болды. Өкінішке орай бізде Қазақстанда соңғы кездері үлкен эпидемиялардың бірі ол ставка қою лудомания ауруы. Және мен де соған шалдықтым, 5 жыл ауырдым, өз жауапсыздығымнан, өз ақмақтығымнан үлкен қарызға кіріп кеткенім бар. 20 миллион теңге болды ол қарыз. 5 жыл бойы мен ауырдым, 5 жыл бойы сол қарыз жиналды. Және мен өзімнің былай айтқанда днома жеткен кезде алдымда шешім қабылдау керек болды. Бұлай ары қарай өмір сүруге болмайды деген секілді. Сол кезде мен жақындарым Кореяға барып көрсең болады деген секілді ұсыныс жасады. Сөйтіп мен Кореяға қалай бару керек екенін зерттеп, өзім жаңағыдай толтыратын нәрселерді толтырып, сөйтіп Кореяға келдім 2022-нің соңында. Енді қазір 3,5 жыл өтті, Аллаға шүкір қазір 20 миллионнан шамамен 17 миллион уже жаптым. Сәл-пәл қалды енді. Шүкір, бұрынға қарағанда өмір әлдеқайда жақсы. Өмірге деген құлшыныс керемет. Және алға қойған мақсаттар да өте көп. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл арнада қызықты және танымдылық шығарылымдар шығады. Және менің Instagram, TikTok парақшаларыма да тіркелуді ұмытпаңыздар. Көп рахмет. Пусанда бүгін ауа райы аса қолайлы болмай шықты. Күн бұлтты, жаңбыр. Сондықтан күнім босқа кетпесін деп, заттарымды жинап, Пусанның маңында орналасқан тарихи Кёнжу қаласына жол тарттым. Көпшілік Корея десе, бірден Сеул мен Пусанды елестетеді. Бірақ дәл осы Кёнжу қаласы Корея тарихының ең маңызды жерлерінің бірі саналады. Сондықтан бүгін заманауи мегаполистен біраз алыстап, Кореяның өткеніне саяхат жасап көрейік. Достар, мен Кёнжу қаласына келдім. Неге осы қалаға келді деген сұрақ туындаса, өйткені Сеул мен Пусанның у-шуына шаршап, тыныштықты аңсап осы қалаға келдім. Бұл қала енді өте көне тарихи қалалардың бірі, өйткені бұл Сила патшалығының астанасы болған қала. 1000 жылдық тарихы бар, және қазір барып осы қаланы біз аралаймыз. Қазір Кёнжудағы ең танымал тарихи орындарының біріне Пульгукса ғибадатханасына келдім. Бұл ғибадатхана 8 ғасырда Сила патшалығы кезінде салынған. Сол кезде Кёнжу бүкіл елдің астанасы болған. Сенесіздер ме? 8 ғасырда салынған ғибадатхана екен. Өте әдемі. Сила дәуірінде бұл енді өте бір маңызды орындардың бірі болған екен. Және ЮНЕСКО-ның тізіміне енген. Барып ішін аралап көрейік. Пульгукса атауы Будда елі немесе Будда әлемі деген мағына береді. Сондықтан бұл жер жай ғана ғибадатхана емес, буддизмдегі мінсіз әлемнің символ ретінде жобаланған. Ғибадатхана 774 жылы аяқталған, яғни оның тарихы 1200 жылдан асады. Бір қызығы, бұл жерде тұрған кейбір тас көпірлер мен тас баспалдақтар әлі күнге дейін бастапқы күйінде сақталған. Олар 8 ғасырда Сила шеберлерінің қолынан шыққан. Ғибадатхана аумағында Кореяның ұлттық қазынасы саналатын бірнеше тарихи ескерткіш бар. Бұл жердің 8 ғасырда салынғанына қатты таң қалудамын. Одан бөлек бұл жердің табиғаты енді әдемі. Ағаштар көп екен, одан бөлек тыныштық. Туристер болмаса, тып-тыныш жер екен. Бүгінде бұл жер Кореядағы ең маңызды буддистік ғибадатханалардың бірі саналады. Жыл сайын мұнда мыңдаған адам тарихты көруге де, тыныштықты іздеп те келеді. Шынын айтқанда, Пульгуксаға келгенде, Кореяның қаншалықты терең тарихы бар екенін жақсырақ түсіне бастайсың. Уақытты ұмытып, табиғат пен айналадағы көріністерден жай ғана ләззат алайық.
Негізі мен осындай тыныш жерлерге келуді ұнатамын, өйткені қаладағы шудан шаршағаннан кейін осындай жерлерде кәдімгідей демалып қаласың. Достар, Пусанға келсеңіздер, осы жерге келуді ұмытпаңыздар. Ұсынамын, тарихпен жақынырақ танысасыз. Кёнжуда басқа Корея қалаларындағыдай зәулім ғимараттар көп емес. Қала билігі тарихи келбетін сақтау үшін орталық бөлікте құрылысқа қатаң шектеулер қойған. Сондықтан мұнда жүргенде заманауи Кореядан гөрі 1000 жыл бұрынғы Сила дәуірінің атмосферасын көбірек сезінесің. Ал дәл осы орталықта орналасқан жасыл төбелерге ұқсайтын қорғандар ежелгі Сила патшалары мен ақсүйектердің жерленген орындары. Археологтар олардың ішінен алтын тәждер, әшекейлер және мыңдаған тарихи жәдігер тапқан. Негіз осы қаланың орталығында осындай әдемі ескі үйлер өте көп. Сондықтан нағыз Кореяның атмосферасын сезінгіңіз келсе, осы қалаға келуге кеңес беремін. Пусаннан жарты сағат жерде орналасқан. Пойызбен енді. Өте әдемі, өте атмосферасы керемет. Кеңес беремін. Пусанға оралып, қаламызбен танысуды жалғастырайық. Айтпақшы, осы қалада Пусан халықаралық кинофестивалі. Азиядағы ең беделді әрі ең ірі кинофестивальдердің бірі өтеді. Алғаш рет 1996 жылы өткізілді. Сол уақыттан бері ол Азия киносының басты алаңдарының біріне айналды. Соған арналған көше бар. Бұл фестивальдің алғашқы жылдарында қызыл кілем төселіп, кино көрсетілімдері өткен көше. Қазір ол көше тағамдарымен, дүкендерімен, кино жұлдыздарының қол іздерімен танымал туристік көше. Күннің ыстығында басынан күн өтіп кетпесін деп, Пусан арт музейіне барып қайтайын деп шештім. Шынымды айтсам, бастапқыда ерекше бір нәрсе күтпедім. Сыртынан қарасаң, теңіз жағасында қарапайым ғимарат сияқты көрінеді. Бірақ ішке кіргеннен кейін пікірім бірден өзгерді. Бұл жай музей емес екен. Бұл бір сағаттың ішінде бірнеше әлемді аралап шығатын саяхат сияқты. Бір залда өзіңді мұхиттың түбінде жүргенде сезінесің. Келесі залда қалың орманның ішінде боласың. Бір жерде сарқырама ағып жатса, тағы бір жерде ғарыштың тереңдігіне тап боласың. Мұндағы ең әсерлі нәрсе технологияның өзі емес. Жарық, дыбыс және бейнелердің үйлесімі сені айналадағы дүниені ұмытып, сол сәтке толық енуге мәжбүрлейді. Әр залда адамдардың реакциясы бірдей. Бәрі телефонды түсіріп қойып, айналаға таңырқап қарап тұрады. Сол кезде мен бір нәрсені түсіндім. Біз есейген сайын көп нәрсеге таңғалуды қоямыз. Ал бұл жер сол бала кездегі таңдану сезімін қайтаратын сияқты. Сондықтан Пусанға келсеңіздер және ауа райы ыстық немесе жаңбырлы болып тұрса, осы жерге міндетті түрде соғып кетіңіздер. Негіз біз екеуміз жаңа талқылағанбыз, бұл жақтағы ауыр жұмыстың жақсы жағы бар және жаман жағы бар негізі. Өйткені ауыр жұмыс қанша ауыр болғанмен де ол адамды белгілі бір зона комфортаға алып келеді. Яғни ол қалай, таңертеңнен кешке дейін егер сен заводқа барып просто уақыт өткізсең, сен білесің, гарантированно $100 сенің қалтаңда болатын. Ал сол нәрсе негізі бір жағынан жақсы, керемет. Егер сенің белгілі бір мақсаттарың болса, белгілі бір қаржылық жоспарларың, соларды өтеуге, бір проблеманы шешуге өте керемет, күшті. Бірақ ары қарай не болады деген секілді сұрақтар болады. Өйткені сен Қазақстанға ертеме кеш қайтасың ғой. Сол кезде сенің өмірің жалғасады. Сол кезде сен Қазақстанға барған кезде неме айналысасың?
ақша қалай табасың, неме жаңағыдай бұрынғыдай өміріңе түсіп кетпейсің ба деген секілді сұрақтар болады да. Және мен байқағаным, Кореяда қазақтардың көбісі сол зона комфортаға кіріп кеткендей секілді болып көрінді маған. Кореяда көп қазақтардың қалып қоюының себептерінің бірі де осы негізі. Өйткені адам іштей түсініп тұрады, Қазақстанға қайтқаннан кейін мына жақтағы тапқан ақшасын, скорее всего, таба алмайтынын, және сол себепті ары қарай да осы жақта жаңағыдай ауыр жұмыс жасай беруге шешім қабылдайды. Ондай отандастарымыз негізі өкінішке орай көп, бірақ екінші жағы да бар. Тәуекел жасап, өмірін басқа жаңағыдай руслаға өзгертіп, кәсіппен айналысып жүрген қазақтар да негізі өте көп. Олар көбінесе жаңағыдай Инчон, Сеул қалаларына көшеді, және көп жағдайда автоэкспортпен айналысады. Сол. Негізі Пусанды мен кішкентай қала деп ойлағам. Ал шын мәнінде кәдімгі үлкен қала екен. Кемінде бір жерден екінші жерге бару үшін кемінде 40 минуттай таксимен. Метромен барсаң, кейде ұзақтау болуы мүмкін да. Сол. Одан бөлек ұйқы басып жатыр. Күніне 3-4 сағат ұйықтап жүрмін. Таңертең ерте тұрасың, кешке дейін түсіресің. Шығарылымда аралайсың. Жақсы шығарылым шығады деген үміттемін. Ұнаса, қолдап кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, достар. Бар, жалғастырып түсіре берейін. Қазір мен Чонгсапо деген жерге келдім. Бұл жерде туристер, саяхатшылар өте қатты жақсы көреді. Өйткені бұл жерде Пусандағы ең танымал скай капсулалар бар. Одан бөлек артындағы маяктар. Бұл жерге көбісі суретке түсу үшін келеді. Қазір біз осындамыз. Осында болсаңыздар, міндетті түрде осы жаққа келіңіздер. Өте әдемі. Бұл жер Пусандағы ең танымал жағалаулардың бірі. Ауданның басты символы екі маяк, бірі қызыл, екіншісі ақ түсті. Осы екі маяк жылдар өте келе Пусанның визит картасына айналған. Күн батар кезде дәл осы жерден Пусан жағалауының ең әдемі көріністерінің бірін тамашалауға болады. Төменде жергілікті балықшыларды көресің, ал алдыңда шексіз көкжиек созылып жатады. Әлеуметтік желілерден Пусан туралы видеолар көрген болсаңыздар, теңіздің үстімен баяу қозғалып бара жатқан түрлі түсті капсулаларды байқаған шығарсыздар. Ол Blue Line Park Sky Capsule. Бұрын осы жағалаумен кәдімгі пойыздар жүрген. Кейін ескі темір жол желісі жаңартылып, оның орнына теңіз бойымен қозғалатын ерекше капсулалар іске қосылған. Бар болғаны 2 шақырымдай жол болғанымен, осы қысқа сапардың өзінде Пусан жағалауының ең әдемі көріністерін тамашалауға болады. Капсула асықпай қозғалады. Сондықтан терезеден сыртқа қарап, теңіздің дыбысын тыңдап, көріністен ләззат алуға толық мүмкіндік бар. Мен де осы мүмкіндікті жібермей, капсулаға отырып, біраз демалып алдым. Қазақтарға ұқсастықтары бар ма? Бір ұқсайтын бір мінездері болсын, бір дәстүрлерінде болсын. Ең алдымен үлкендерге деген құрметі. Бірақ бұл жақта ол құрмет ең бастысы, то есть в первую очередь ол, яғни бұл жақта иерархия бар. Анық иерархия бар. Ол жұмыста да, жаңағыдай бір қоғамда да кішкентай үлкендерге сөз айта алмайды. Кішкентайлар үлкендеріне жаңағыдай бір наразылықтарын білдіре алмайды. Ол жұмыста да болуы мүмкін, былай қарапайым өмірде де ол байқалады кәдімгідей. Оның енді бір жағынан жақсы тұсы да бар, әрине жаман жағы да бар. Өйткені барлық үлкен кісілер барлығы жақсы деген сөз емес та. Сондықтан кейбір кезде мен өзім куә болдым. Үлкен кісілер кәдімгідей өздеріне көп алып, жаңағыдай дұрыс емес іс-әрекеттер жасаған кезде жас жігіттер үндемей, сол жерде жаңағыдай ештеңе демей, жай ғана үндемей қалған кездер көрдім да. Үлкендер де құрметтейді, бірақ құрметінің артында ол әрқашанда құрмет емес те, көп жағдайда ол кішкене жаңағыдай қорқыныш та бар. То есть ол 100% құрмет деп мен жеке басым ойламаймын олай. Қазақстандықтар бұл жаққа келген кезде қандай жұмыс істейді, қыздар, ұлдар демекші? Мен бағана айтқандай, бұл жақтағы жұмыстардың барлығы негізі ауыр. Бірақ ауыр жұмыс өзі андай жеңілдеу,
орташалау және ауырдың ауыры болып бөлінеді. Жеңілдеу де көбінесе қыздар жұмыс жасайды. Яғни ол жұмыстар жаңағыдай отельдерде немесе жаңағыдай кафелерде деген сияқты. Ол жеңілдеу дегенмен ол ауыр жеңілді. Сондықтан ол қыздарға да кәдімгідей оңай емес. Одан кейін ол жақта енді зарплаталар шамамен бір теңгемен есептегенде 700 мың мен миллион теңгенің араларында алады. Мен білуімше, менің таныстарым, там басқалар деген секілді. Одан кейін орташа жұмыстарда көбінесе жаңағыдай стройкалар болады, немесе менікіндей жаңағыдай кеме зауыттар, қарапайым зауыттар. Ол жақта шамамен плюс-минус миллион теңге, то есть миллион 200, миллион 300 табуға болады. Енді ауыр, кәдімгідей ауыр жұмыстар ол көбінесе поляларда болады. Яғни жаңағыдай қарбыз жинайды, пияз жинайды, және одан бөлек стройкаларда жаңағыдай альпом, параши деген жұмыстар бар. Сол жақта адамдар көп табады, бірақ оның өзінің жаңағыдай обратный сторонасы бар, ол денсаулығына қатты әсер етеді. Кәдімгідей денсаулықты тастап кетеді көбісі шыдамайды деген секілді. Яғни ол жаққа жұмысқа барғандықтан олар ұзаққа бармайды, тез-тез жұмыс істеп, үлкен суммаларды жинап, сосын барып жаңағыдай кішкене жеңілдеу жұмысқа барады. Және көбінесе ол сезонный жұмыстар болады. Бақытжан маған Пусандағы ең әдемі күн бататын жерлердің бірін көрсетемін деді де осы жерге алып келді. Шынымен де көрінісі керемет екен. Бұл жерден бүкіл қала алақандағыдай көрінеді. Бір жақта теңіз, бір жақта шамдары жана бастаған Пусан. Осында отырып ешқайда асықпай ойға кетуге болады. Жалпы, Пусан маған қатты ұнады. Сеулдың қарқыны мен энергиясы ерекше болса, Пусанның атмосферасы мүлдем басқа. Білмеймін, бірақ бұл қалаға тағы да оралғым келіп тұр. Тіпті Пусан жыл сайын келуге болатын қалалардың бірі сияқты. Енді келетін қазақтарға Кореяға қандай кеңес бересің? Егер Кореяға енді келетін қазақтарға негізі ең алғаш кеңесім ол жоспар құру. Егер сенің жоспарың болса, егер сенің нақты жаңағыдай А нүктең, одан кейін Б нүктең болатын болса, сенің бұл жақта жұмыс табуыңда, жұмыс жасауыңда, белгілі бір мақсаттарыңа жетуіңде тездеу болады, өйткені сенде былай айтқанда жолың көрсетіліп тұрады. Одан бөлек қаржылық сауаттылықты мен кеңес берер едім меңгеруге, өйткені сен бұл жақта тапқан ақшаңды сен дұрыс басқара алмасаң, оның бір пайдасы болмайды. Ең басты кеңестердің бірі ол тіл үйрену. То есть ол менің жаңағыдай әлсіз тұсым, мен тіл жақсы үйренген жоқпын. Сондықтан мен бұл жақтағы өмірім бір аса комфортты деп айта алмаймын. Өйткені кейбір жерлерде ойымды жеткізе алмай қалам, кейбір жерлерде жаңағыдай наразылығымды немесе бір жоқ, мына жерде былай болу керек деген секілді нәрселерді айта алмай қалам. Сол нәрсе кедергі болады жұмыста, басқа жерлерде деген секілді. Ал егер тіл білетін болсаң, сен ойыңды жеткізіп, белгілі бір өзің позицияларыңды ұстай аласың деген сияқты. Сол үш кеңес шығар, және жоспар құру, қаржылық сауаттылықты меңгеру және тіл үйрену. Пусан қандай десе, алақандағыдай жаралы сезім.